Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Қазір жел ақпаратта шығып жатыр, видеода Арман қалай не істеп жатыр, әлем чемпионатында не істеп жүр. Әлем чемпионатында мен Айбаның құрметті ретінде қонағы болып шақырылған. Аллахтың қалауымен біздің құрама команданың қолдау көрсетіп, боксерлығымызға, тренерімізге иншаллах тек қана жақсы қалып, бірінші орын алуға нәсіп етуге келіп, кішкене өзінің қолынан келгенше көмектесіп жатыр. Енді балдар кеше ұтылған балдарға кеше ақша берді деп біраз шу шығып жатыр. Ол Аллахтың қалауымен өзінің қалтамнан берілген ақша, ал балдардың есі көтеріліп, кішкене дух жағынан да ертең қорыққанбасын деді. Ертең тағы да жарыстар болып, жас балдар 18 жастар мықты. Негізі ұтылған жоқ, ұтты. Сондықтан олар мынаяқта сондай судейство жағынан заслугталар болған соң, балдардың ертең көңілі қалып, ертең бокста тастап кетуі мүмкін. Сол үшін тастамау үшін мені осындай қолдау көрсетті. Ол жаман жағынан емес, жақсы жағынан істелінген амалда, иншаллах. Мен қолымнан келгенше әр қазағым жалғызым дегендей, біз қолымыздан келгенше әр қазақ кім болмасын, қандай адам болмасын, қолдау көрсетсе, біз тек қана қуанамыз, иншаллах. Мен Бақтияр деген менің бауырым бар, досым бар, бірге тренировка істегеніміз кезінде сборда болғанбыз, Аллахтың қалауымен олимпийский чемпион. Мен де қолымнан келгенше Бақтиярға келдім. Бақтияр, қолымыздан келгенше біз қасындамыз. Ол да қанша көмек істеп жатыр, қанша іс-әрекет істеп жатыр, сол бүкіл ойымыз, тек қана пікіріміз қазақтың намысын қорғап, қазақтың ән ұраны осы бүкіл әлемге шықсын деп тек қана сол мақсатта. Басқа жаман мақсат жоқ, Аллахтың қалауымен. Құрметті отандастар, өздеріңіз естігендей, Арман бауырым айтты, тамашалап айтты. Бұл жерде мақсат бір, көзқарасымыз бір, ойымыз бір. Қазақ елінің абыройын көтерсек деп. Кім қай жақта жүрмесін, бәрі қазақ болғаннан кейін бір елдің мүддесі үшін әрекет етіп жатырмыз. Бөліп жаратын жоқ. Бұл Арман, бұл Бақтияр деп. Бір елдің баласымыз да, бір елдің баласы болып жұмыс жасау керекпіз. Сондықтан дұрыс түсініңіздер, дұрыс бағалаңыздар. Федерация тарапынан жұмыс жасап жатыр. Арман бауырыма рахмет, кеше келіп есі түскен балалардың арқасын қағып, жұбатып, інілерін деп құшақтап осылай сый апатын жасап жатыр. Оны дұрыс түсініңіздер, одан ешкім байқамайды, бірақ ол азаматтық өзінің борышын орындап жатыр. Әр қазақ бірімізге жанымыз ашса, еліміз алға қарса өсіп өнеді. Өзіміздің көздеген мақсаттарымыз бар ғой, елімізді алға шығарамыз, 50 қатарлы мемлекет, 30 мемлекетке кіргіземіз деп. Ал бірімізді жалсына бірімізді итеріп жатсақ, онда ол ешқашан ел болмаймыз. Ел болғымыз келсе, біз әрқашан бірге боламыз. Сондықтан аман болайық, өсек, осы елден иншалла елге жеңіспен абыроймен оралайық деп алсақ. Бірінші орын алайық иншаллах. Бақтияр тек қана жеңіс күтемін иншаллах.